Құрметті ағайын, бүгін бел тақырыбын тағы да қайталап жаңартып жіберейік. Себебі алдында менің бел туралы шығарған екі жаттығуларым, ол біреуі 4 жыл бұрын ба, 5 жыл бұрын ба шыққан, біреуі де бір 3 жыл бұрын сондай шыққан. Олар кішкене енді ескіріп те қалды. Сосын тағы бір бізде өте сондай өзекті тақырып ол зе тақырып. Енді зеге біз шығардық, 2-3 қазір бар зеге. Енді белге байланысты бір жаттығулар тағы да бір жаңартып жіберейік, кішкене бір қысқаша нұсқа деп қысқа да нұсқа қылып соны. Сонымен көп сөйлемей бастап кетейік. Мына былай жатып, бұны күнде таңертең істеген жақсы, мүмкіндік болса, тұрмай тұрып. Бұлай кешке де, әбетте де тек тамақтан кейін емес. Егер тамақ ішіп алған болсаңыз, 1 сағат, 1,5 сағат кем дегенде өту керек, содан кейін бар. Міне. Былай жатып, белді көтереміз. Бұл денеңді көтергенде, бөксеңді дем алу керек, вдох. Түскенде демді шығарасыз, выдох жасай. Көтергенде вдох, түсіргенде выдох. Бұл өте жақсы, белді жеңілдетуге жақсы көмектеседі. Келесі аяқтың тап сол неде күйде жатамыз да, дем алғанда аяқты бұлай құлатып, басты бұлай бұрамыз. Дем алғанда, дем шығарады, қайтып кел, сосын бұлай қарай керісінше. Бұнда да дем алғанда аяқты құлатамыз, демді шығарғанда выдохта аяқ көтеріледі, сосын тоқтамай тағы мына жаққа кетеміз дем алып. Дем шығарамыз, аламыз, шығарамыз, аламыз. Бас керісінше, аяқ қай жаққа құлады, бас қарсы жаққа бұрылады. Келесі. Мына аяқты бұлай қоямыз, сырт жағына, сырт жағына, бұлай үстіне емес, сырт жағына. Сосын дем алғанда бұлай құлатамыз. Сол жақ қолмен қосымша басуға болады, басты кері жаққа бұрамыз. Және бұның бір несі мына иықты айыруға болмайды жерден. Айырмаған жақсы. Мына бұлай. Дем шығарғанда қайтып келеміз. Сол сияқты, сосын мына жақта да. Бұл жаттығулар, осы соңғы екеуі, белдің бұлшықеттерін және сіңірлерін былай бұрап созады ғой, содан біраз жеңілдетеді. Оның бәрі біртіндеп белдегі қысып қалған қыспақтарды босатып жіберуге жақсы септігін тигізеді. Сосын міне бұлай жатып, дем алғанда қолмен бұлай тіреміз, қол түзу, және мына ішті айырмаймыз жерден. Ішті болғанда мына бөксе жақты. Сол жақ иықтан оң жақ өкшені көреміз. Сосын дем шығарып түсіреміз, денеміз. Қайтадан дем алып, вдох. Көтеріліп, енді оң жақ иықтан сол жақ өкшені қараймыз. Дем шығарып, қайтадан түсеміз. Осылай 3 рет, 5 рет жасауға болады мысалға. Сосын, сол жатқан күйінде міне былай тұрып, алдында жаттығуларды жасадық. Мына қолды
иықтың астында болсын, қойыңыз қолды, иықтың астында. Мына тізе бөксенің астында, былай емес, мына бөксенің астында, қол тізенің астында. Сосын дем алғанда арқаны көтеріп, басты төмен түсіреміз. Дем шығарғанда керісінше басты көтеріп, арқаны түсіреміз. Сосын дем алғанда келесі жаттығу, міне сол қолмен оң аяқ, дем шығарғанда қайтып келеміз. Дем алғанда оң қолмен сол аяқ, дем шығарғанда қайтып келеміз. Сосын міне тізені кішкене ашыңқырап, немесе былай осы күй тұрған күйінде жатып, арқаны осылай созамыз. Бұл жерде демалу еркін. Андай бірдеңеге байланыстырып керек жоқ, еркін демала беріңіз. Міне былай отырып, ол енді бәрі бірдей отыра алмайды, біреулер тізесі жібермейді отыруға. Отыра алатындар. Отыра алмайтын болсаң, жаймен де үйрену керек. Отыра алатын міне сол созылып, қолмен тағы да созып, арқадағы қыспақты босатамыз сөйтіп. Және мұнда йогада айтады, нені ішті созу, көтер ішті созу керек дейді, былай кеуде арқылы міне былай. Мына жердің бәрі созылу керек, міне былай созып барып, сосын барып. Былай. Егер былай жатуға мүмкіншілік жоқ болса, онда бір орындықтан не диваннан ұстап былай жатуға болады. Бірдеңені ұстап. Былай. Ол егер былай жатуға мүмкіншілік жоқ адамдар болса, солай мына кез келген нәрсе, орындық ұстай алуға болады, кресло, диван, тағы бірдеме, соған бүйтіп арқаңды созып. Оған да бірінші мына кеудені созып алу керек, тек кеудені созып былай. Сосын былай жат. Соның өзі біраз көмектеседі. Егер жата алатын болсаң, онда жат. Сосын тағы да мүмкіншілік болса, бүйтіп бұтты аша бересің былай. Ашып, құйрықты жерге түсіру керек. Құйрық жерге түскеннен кейін міне жатасың былай. Ол қанша жатасың, өзің білесің. 1 минут, 5 минут. Ол белді босатады, миға өте жақсы әсер береді. Есті, жат, памятті жақсартады, қан айналым жақсарады, көп нәрсе, іш құрылыста көп өзгерістер болады. Зат алмасу да өзгереді, жақсы әсер береді. Былайша айтқанда түк істемей, бірталай шаруа істейсің. Олай бір күнде болатын нәрсе емес, бірақ күнде істей берсең, сол орындалады. Жаймендеп ол өзінікін жасай береді. Сосын бана айтып кеттім, былай бүйтіп отыра алмайтындар болады, тізерлеп отыра алмайтындар. Онда отыра алмайтын болса, міне былай бастаңыздар. Ең болмағанда осылай тұрып, былай айналдыр. Арқаң былай қой, көп салмақ түсірмей. Мына тізеге салмақ түсір, сосын мынаған ауыстырып тұр. Сосын біртіндеп құйрықты түсіре бер, біртіндеп. Бүгін кішкене былай түсірің, сосын тағы да былай, сосын былай, біртіндеп, күнделікті түсіп, әбден, сосын барып бір күн түсесің. Күнде істей беру керек, тек ерінбей. Сонда ақыр түбінде түседі. Мен де өзім солай бастадым, сондықтан бәрі де мүмкін. Мен де отыра алмайтын едім, мүлдем отыра алмайтын едім. Сол бір 3-4 көрпе қойып, соның үстіне отырып үйрендім күнде.
Сосын біртіндеп үйренген сайын көрпелерді алай бердім. Ең сонда тақыр жерге отыратын болдым. Тақыр жерге отырып үйрендім. Сосын барып уже ары қарай. Сосын былай арқамды шалқата алмайтын болдым. Оған да сөйтіп үйрендім. Біртіндеп былай бірінші былай отырасың. Уже ашуға келмейді аяқ. Сосын біртіндеп дегенмен аша бересің. Күнде істей берсең, қайта істей бересің. Сосын ашып. Ақырында былай құйрықпен отырған кезде уже құйрықпен отырдың. Сосын барып уже жаймендеп құлай бастайсың. Былайша айтқанда мен бұлардың ешқайсысын істей алмайтын адам болдым. Өте ебедейсіз, сондай қолымнан дым келмейтін, сондай қобырайған. Кішкентай кезімде мен қобыр деп айтатын. Сондай қолымнан түк келмейді, сондай қолапайсыз адам болдым. Содан өзімді өсе келе үйреттім, күштеп, өзімді әдейілеп, соны мақсат қылып қойып, үйретіп, қазір енді өзім адамдарды үйретемін. Сондықтан бәрі де мүмкін, бәрі де қолымызда, тек өзімізге байланысты. Шын керек пе, шын мәнінде жасайсың, керек жоқ па, онда неше түрлі сылтау айтып жүре бересің. Болды, басқа ештемесі жоқ. Сондықтан осы шағын жаттығулардың өзін істегенмен де бірталай шаруаны шешесіздер. Бұны мүмкіндігінше таңертең күнде істеген жақсы, күнде тұрмай тұрып. Тек жұмсақ төсекте емес, жерде қатты да істеу керек. Сосын күнделікті де әрлі жүрген жерде істей беріңіздер. Мысалға түс қайта істеуге болады, кешке істеуге болады дегендей. Соның бәрін күнделікті істеп, мақсат қылып қойсаңыздар, біртіндеп бәрінде жүріп жатына. Бәріміздің де мына бөксеміз қисайған, көпшілігінде адамдар. Соны осы жаттығуларда көмектеседі, бөксені де түзеуге көмектеседі, белді де орнына қоюға көмектеседі, және қысқанды жіберуге, босатуға. Соның бәріне осы ешкімге жалынбай, ешкімге жалбарынбай, өзіңде соның бәрін шеше аласың. Сондықтан бәрі өзіміздің қолымызда. Ерінбей, мақсат қойып істеу керек болды. Әзірше болды, көп назарларыңызды аудара бермейін, сол осыны орындасаңыздар күнделікті. Былайша айтқанда қазіргі мына жаттығулар әрі белге, әрі іш құрылыстарға, әрі тізеге де жақсы әсер беретін жаттығулар. Жақсы, келесі кездескенше сау болыңыздар.